Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, құрамы қолжетімді, жұп-жұмсақ болып шығатын булочкидің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бірге жасап көрсеңіздер болады. Ал бисмилля деп бастайық. Әуелі таза ыдысымызға жылы сүтімізді, тұз және қант салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Достар, толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Сонан соң 2 жұмыртқа салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Үстінен құрғақ ашытқыны салып, араластырамыз. Құрамы қолжетімді, жасалу жолы да өте оңай. Барлығын араластырып болғаннан соң алдын ала електен өткізіп, дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, қамыр илейміз. Ең әуелі қасықтың көмегімен араластырамыз да, сонан соң қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан соң үстінен шамамен 2 ас қасықтай сұйық май құйып, қайтадан 1-2 қайтарып илеп, бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді оны бірнеше бөліктерге бөліп дайындаймыз. Осы құраммен менде 15 дана булочки шықты. Сіздер көбейтіп жасасаңыздар болады. Барлығын осылай дайындап аламын. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, дәмді, оңай дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымызды оқтаудың көмегімен ұн себе отырып жайып аламыз. Сонан соң ортасына 1 шай қасық қойылтылған сүтті салып, жақсылап шетін басып, тура видеодағыдай орап, булочкиді дайындап аласыздар. Жасалу жолы да өте оңай, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу жолын тағы бір рет көрсеттім. Ортасына салмасын салып, шетін жақсылап ашылып кетпейтіндей басып, сонан соң жай ғана осылай орап дайындайсыздар. Барлық булочкилерді түйіп болғаннан соң табамызға жайғастырып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Шамалы көтерілгеннен соң қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің булочкиміз дайын болды. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын.